Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Жаңа әңгіме. Біз Айман екеуміз мектеп қабырғасынан бері бір-бірімізге деген ыстық сезімнің жетегінде бой жеттік. Сырттай бізді танитын достарымыз Төлеген мен қыз жібек деп қалжыңдасып жүретін. Уақыт өте келе мектеп бітіруге 2-3 ай уақыт қалдау деген уақытта мен бойымдағы бар батылдығымды жинап, Айманға сезімді жайып салған болатынмын. Маған деген көңілі бар екенін баяғыдан хабардар мен аса қатты қобалжи қоймадым. Қарсы алдында жүзін төмен салып, демі тарыла ұялғаннан қымсынып тұрған арудың белінен шап беріп, өзіме қарай тартып алдым да: «Сен маған ұнайсың, мендік болғаныңды қалаймын», дедім ішкі сырымды бүкпестен. Құшағыма қысқан сайын, әлі де 12-ден бір гүлі ашылмаған балауса қыздың тәтті иісі жанымды баурап, еріксіз буын-буымды босатып жіберген болатын. Аз-маз қылымсынып бұлқынғанымен Айман ырқыма оңайлықпен жығыла түсті. Себебі оның да қалауы мен едім. Кеудеме ене түскен сұлуды әп-сәтте-ақ баурай жөнелдім. Сол күні мен алғаш рет оның бұрын-соңды ешкім татып көрмеген тәтті ерінің дәміне қанық болдым. Қазір ойланып қарасам, ерінің табы таңдайымда мәңгі қалып қойғандай. Тек екі ерін бірін-бірін өкпені болмаса, артық іске баруға дәтім жібермеді. Тулаған қан тамырлары мен кеудемнен шығып кетердей болған жүрегімнің екпініне қарамастан, бойымдағы нәпсімді тия білдім. Себебі менің Айманға деген ниетім түзу болатын. Ойым таза еді. Сол күннен бастап, Айман екеуміз арамыздан қыл өтпестей ғашықтарға айналдық. Дос жарандарымыз бізге қызыға да, қызғана да қарайтын. Әсіресе Кемел Айманға басқаша көзбен қарап жүргенін бірден сездім. Кемел 11 жыл бойы бір класста оқыған әрі жақын досым, әрі бауырым. Турасын айтқанда, Кемелдің әкесі мен менің әкем туған ағалы інілер. Бір құрсақты жарып шықпасақ та, бойымыздағы тулаған қанымыз бір болып келеді. Тіпті бірде кешкі серуен барысында мен Кемелмен ашық сөйлеспекші болып: «Бауырым, мен Айманға деген көңілімді білесің. Арада түсініспеушілік болған қаламаймын. Саған қояр сұрағым бар, тек шыныңды айт», деген едім. Кемел: «Айта бер, сенен жасыратын еш нәрсем жоқ», деді ол да маған тура қарап. «Айман саған да ұнай ма?» деді мен толғанысымды жасырмай. «Жоға, оны қайдан шығардың? Сен де айтады екенсің». «Ай, ол жасай, шығармайтының жоқ екен», деді ол сөзінің соңын қалжыңмен ұштастырып. Одан әрі мен еш нәрсе демедім. Жаным жайланған күйі кете бардым. Күмәнім сейіліп, бір қалыпты өмірімді жалғастыра бердім. Айман жанымда, жұбымыз жазылмай, құшағымыз ажырамай таңым атып, күнім батып жүрді. Көп ұзамай көктемнің мамыражай күндері жаздың жайма шуағына айналып, біз мектеп бітіріп, жарқын өмірге қадам бастық. Мен сол жылғы оқуға түсе алмадым. Алайда Айман сынақтан сүрінбей өтіп, қалаған мамандығына құжат тапсырды. Жаздың бітуіне азақ қалып, күн суыта бастағанда, бір үрейге бой беріп, мен мазасына түстім. Оны Айманды өзімнен жыраққа жібергім келмеді. Көзден кетсе көңілден кетеді деген санамда жатталып қалған сөздер менің дегбірімді қашырып, түрлі ойларға әкеп соғатын. Оның үстіне алып қалаға сүйгенімді қалай жалғыз жібермекпін? Көп ойланбай Айманмен келісіп, оны алып қашып жарым еттім. Менен жырақтағысы келмей, жүдеп жүрген Айман еш қарсылық білдірмеді. Әуелде Айманның анасы біраз ренішін білдіріп, қипақтағанымен, соңында ақ батасын берді. Өмірімнің ағысы бір арнаға тоғысып, бақыттан басым айналып жүргенде, түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Сұмдықтың бәрі бір жылдан соң Кемел оқуын тастап ауылға оралғанда басталды. Кемел ауылға жалғыз оралмады. Қасына қаланың кербез сұлуын қоса ерте алып келді. Өзі жас, әрі талдырмаш бой жеткен талай ауыл жігітінің ішін қыбырлатпай қоймады. Торғынға назар аударып, аса мән бермеген мен ғана едім. Себебі мен Айманнан басқа ел атаулысына сұқтана қарап, өзіме жақын тартқан емеспін. Үйленгенімізге 1 жыл болса да, мендегі махаббат артпаса, кемеген жоқ.
Біздің шаңырақта ұрыс деген мүлде болмайтын. Айман әйел ретінде, мен ер азамат ретінде өз міндетімізге аса жауапкершілікпен қарап жүрдік. Айман ешқашан әйел болып ұрыс шығарып, қабағын шытып көрмеген. Мен оның осы мінезіне риза болып, тамсана түсетінмін. Тек соңғы кезде Айман, жаным, үй болғанымызға 1 жыл уақыт өтсе де, құрсағыма бала бітер емес. Шынымды айтсам, қатты уайымдап жүрмін. Бәлкім қалаға барып қаралармыз. Оның үстіне оқуға түскім келеді. Үйдегілермен сөйлесші, деп қиылатынды шығарды. Бәлкім сол кезде оның сөзін тыңдап, қалаға көшіп кеткенде, бастан өткен талай сұмдықтың бетін кері қайтарар едім. Әттең, қазір бәрі кеш. Жаным, апамның жағдайын көріп жүрсің ғой. Биыл шашыдашы. Ендігі жылы міндетті түрде оқуға түсірем. Өзім оқытам. Ал баланы уайымдама. Бұйыртса ол да бола жатар. Алланың бір ойлағаны бар шығар, деп қана құтылатынмын. Кемел болса Торғынды үйіне алып келіп, әке шешесімен таныстырып, көп ұзамай құдалық жасап үйленіп алды. Торғын тұйықтау келген, көп күле бермейтін, салмақтылығымен ерекшеленіп тұратын. Айман болса керісінше, ашық жарқын, жүрген жерін мереке қылып жіберетін. Екеуі екі түрлі болса да, Айман мен Торғын тез тіл табысып, сырлас құрбыға айналып шыға келді. Оның үстіне екеуі бір әулеттің келіндері. Абысын, осылайша күндер жылжып өте берді. Көз келді, артынан көп ұзамай көктем де жетті. Күн жылынып, айнала гүлге орана жазда жақындады. Үнемі мені сыйлап, сөзімді екетпейтін Айманым, табан астынан түрлі қылық шығарып, өзгере бастады. Тырнақ астынан кір іздеп, бір бәле шығармаса көңілі көншімейтін жағдайға түсті. Сенен шаршадым, мына өмірден қашан құтылар екенмін, деген адам шошылықтай сөздерді жиі айтатын болды. Айманның бұл жағдайының байыбына бара алмай, дел сал күйге түстім де қалдым. Қанша көңілін ауласам да, маған жылы қабақ танытпай-ақ қойды. Берген тамағын желкемнен шығарып, әрдайым дастархан басында бір ұрыс бастайтында отыратын. Ондай кездері мен үйден безіп кететінмін. Сондағы Кемелдің үйіне барып, жаным тыныштық табатын. Бір күні дәл солай Айманмен сөзге келіспей қалып, Кемелдің үйіне келіп едім. Бұрын соңды назар аудармаған бір жайтқа көңілім ауды. Есіктен кіре бергенім сол еді, жайбарақат, төр бөлмеде теледидар қарап жатқан Кемел, амандық саулық сұраған соң сыртқа шығуға ыңғайланды. Шығып бара жатып, ол жеке, Торғын қазір шай қояды, асықпай шай ішіп кет. Аяқ астынан шаруаларым шығып қалды. Мені осында күт, көп кешікпеймін, деген Кемел маған аузымда ашуға мұрша бермей кетіп қалды. Кенет мен Кемелдің бұл әрекетіне ойланып қалдым. Өткен күндерге шолу жасасам, үнемі мен үйге келген бойдан әртүрлі сылтау айтып кетіп қалатынды әдетке айналдырғандай. Әрдайым солай жасайды. Оның себебі маған дәл сол күні белгілі болып қала берді. Тек түрлі ойлардың құрсауына түсіп, мазастана бастадым. Бәлкім мені жақтырмай жүрмекен. Әлде бұның бәрі тек қана сәйкестік пе? Мен келсем болды. Далаға қарай ұша жөнелетін несі? Деген ойлардың құрсауынан шыға алмай тұрғанымда, Олжас, шай ішейік, деген Торғынның даусынан өз-өзіме келгендей болдым. Дастархан басында Торғын көңіл күйсіз отырды. Апамдар көрінбейді ғой, дедім арадағы тыныштықты бұзып. Қайынапамның үйіне кеткен, 3-4 күн қонақтап келейік деп. Айман қалай, бірге алып келмедің бе? Деді Торғын бір түрлі салқын дауыспен. Үйде ғой, көңіл күйі жоқ, деп ауыр күрсіндім. Уайымдама, қазір жақсы шығар, деді Торғын мысқылдап. Мен оның бұл әрекетін түсінбедім. Сол күні маған бәрі бір түрлі көрінді. Шын мәнінде, бір сұмдықтың болып жатқанын мен білмегенмен де, жүрегім арнасынан шығып кетердей соғып, маған ескерту жасағанын енді түсіндім. Бүгінгі таңда ойланып қарасам, жүрек деген мидан бірінші бәрін қабылдап, сезеді екен. Торғын, сен мен Айман жайлы сөйлесейін деп едім. Соңғы күндері қатты өзгеріп жүр. Сен бір нәрсе білсең жасырмай айтшы. Айман сенен басқа ешкімге ашыла қоймас. Бір білсең сен білесің.
осылай жалғаса берсе түбі ажырасып тынармыз деген мен Торғынға бір үмітпен қарадым. Бірақ үмітім ақталмады. Торғын: мен ештеңке білмеймін, білгім де келмейді, деп қысқа қайырды. Торғын: Айман әлде сені де ренжітті ме? Дедім мен Торғынның суық жауабына қарап. Торғын бұл жолы мүлде мені жауапсыз қалдырды. Іштей: Айман Торғынға дауыр сөйлеп қойған болу керек, деп топшаладым да, одан әрі ол жерде отырудың мәнісін көрмей, рахметімді айтып шығып кеттім. Жол бойы Торғынның маған берген жауаптарын саралап келдім. Бірақ еш нәрсені түсінбедім. Белгісіздіктің қақпанына түскендей жайсыз күйге тап болдым. Үйге келсем Айман сыртқа шыққан болу керек, киімін ауыстырып жатыр екен. Айна алдында әндетіп тұрған әйелім мені көріп кірпідей жиырылып та қалды. Қайдан келдің? Көңіл күйің жақсы сияқты ғой, дедім. Саған ақ жақпай-ақ қойдық қой. Күлсем күлдің дейсің, жүрсем жүрдің дейсің. Қайдан болушы еді? Дүкенге бардым. Сен сияқты қаңғып жүрген жоқпыз, деп Айман әдетіне салып бұрқылдай жөнелді. Мен еш жауап қатпадым. Онсыз да ұрыс керістен мезі болған соншалық, соңғы кездері үндемей қоя салуды жөн көретінмін. Арада дәл қазір есімде жоқ. Шамамен 3-4 күн уақыт өткенде, кешқұрым жұмыс жақтан келе жатыр едім. Алдымнан жылап келе жатқан Торғын шыға келді. Мені көрді де, жылаған күйі құшағыма ене кетті. Мен болсам не істерімді білмей, абдырадым да қалдым. Қаққан қазықтай қаттым да қалдым. Ол мені құшақтаған қалпы ұзақ тұрды. Не боп қалды? Деген сұрағыма жауап бермеді. Дәл сол сәтте менің бойымда белгісіз бір құбылыс орын ала бастады. Неше күннен бері арнасынан шығып кетердей болған жүрегім Торғын менің құшағыма енген сайын тыныштала түсті. Бір тылсым күш мені өзге әлемге жетелеп кеткендей болды. Алдымда ентіге жылап тұрған досымның әйелін еріксіз менде құшағыма қыса түстім. Неге екені белгісіз, бірақ түсініксіз бір күй бойымды балқытып бара жатқандай, аяқтарым әлсіздене бастады. Бәлкім, Торғынның әлсіздігі мені есеңгіретіп жіберді ме, деп ойлаймын осы күні. Себебі Айман ешқашан менің алдыма әлсіздік танытқан емес, басын иығыма қойып жылағанда емес. Мен өз әйелімнің алдында еріксіз, әлсіз еркекке айналып кеткелі қашан. Сол себепті болар, бауырыма тығылып, еңкілдей жылап тұрған Торғынды жібергім келмей ұзақ тұрдым. Мен сол түні алғаш рет Торғынның бойындағы тұнып тұрған нәзіктікке қанық болдым. Тіпті маған оның жылағанның өзі өте әдемі көрінді. Көзінен парша-парша болып аққан жасын сүртіп жатып, жанарына терең үңілдім. Жан дүниесін торлаған мұңы көздерінен көрініп ақ тұрды. Бойымда болып жатқан құбылыстан сытылып шығып, есімді әрең жидым да: Торғын, мені уайымдатпашы. Неге сонша жылап тұрсың? Әлде бір нәрсе болып қалды ма? Не болды? Кемел ренжітті ме? Деді мен уайымдаған кейіпте. Торғын алақанмен бет жүзін бір сипап өтті де, мұрнын тарта: Кемелден басқа кім ренжітуші еді? Деді. Енді Кемелді менен жақсы білесің. Айтарын айтып алып кейін келіп кешірім сұрайды. Ашуы тез-ақ қайтады оның, деді мен де досымды жақтаған болып. Құр сөйлеп қойса болады ғой, көзіме шөп салып, опасыздық жасап жүр, деп Торғын жанарына үйірілген жасын әрең ұстады. Қойшы, сен де айтады екенсің, ол мүмкін емес, бір нәрсені дұрыс түсінбеген шығарсың. Одан қалды ауылда бойда қызда жоқ қой, бәрінің бір байы бар дегендей, деді мен күліп. Маған Торғынның бұл сөздері күлкілі естілді. Мен бәрін білем, деді Торғын маған тіке қарап. Нені білесің? Түсінбедім. Сонда сен Кемелді көзбе-көз ұстап алдым дегің келіп тұр ма? Деп таң қалдым. Мен әйелмін, мен бәрін сеземін, түсінемін, деген Торғын бұл жолда маған өңешімді тесіп жіберердей қарады. Ай, әйелдер, әйтеуір жоқ жерден мәселе шығаруға шеберсіңдер ғой. Қайдағы жоқта ойлап тауып, мен досымды білем ғой, ол ондайға бармайды. Жүр, одан да мен сені үйіңе шығарып салайын. Тым кеш болып кетті, дедім мен. Жол бойы Торғын үндемеді.
Ауық-ауық еріксіз жанарым оның әдемі жүзіне түсіп кете берді. Жол бойында жанып тұрған шамдар ұзын қара шашын одан сайын әдемі жылтыратып, әдемі етуде. Бүйірден соққан самал жел өзіне жарасымды кекілін көтерген сайын жүрегім аузыма тығылып, тағатсызданып барам. Сүйріктей саусақтарымен шашын кейін серпіген сайын, аппақ тамағы тынышымды қашырып келеді. Мен осылайша нәпсімен күресіп келе жатқанда, Кемел досымның үйіне де келіп қалған екенбіз. Торғынмен қоштасып, алдыға бірер қадам аттағаным сол еді. «Олжас», деді Торғын мені тоқтатып. Бұрылып еді, маған бір нәрсе айтуға оқталғандай көрінді де, біраз ойланып тұрып, «Рахмет саған», деді айтар ойынан айнып қалғандай. Басымды изеп, мен кете бардым. Сол түні Торғынның не ойлағанын білмеймін, бірақ мен таң атқанша дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Торғын құшағыма енген сәттегі тәтті сезімді қайта-қайта ой елегінен өткізіп, өзгеше күйге бөлене бердім. О, жарықтық, бұрын соңды қалай байқамағам. Торғын деген мен қалаған нәзіктіктің нағы өзі тәрізді көрінді. Мен бұрын соңды ешбір әйел затының бойынан көрмеген сүйкімділікті Торғыннан тапқандай болдым. Тіпті әйелім Айманда бұлайша жан дүниемді тебірентіп, дегбірімді қашырған емес. Мендегі сезім махаббаттың бастауы ма, жоқ әлде нәпсімнің құлдырауы ма? Сол сәтте мен ол жағын ойламадым. Ойлауға мұршамда болмады. Іңкәр сезімнің жетегіне еріп, елегізіп кеттім. Күндер өте берді. Мен бұрынғынша Кемелдің үйіне баруымды доғарғандай болдым. Оным өзімше түзу жолдан таймаудың амалын жасаған түрім. Ішімдегі қыбырлаған сезімді осылайша сабасына түсіріп, есімді жимақта болдым. Бірақ жүрек дегенге көне қоймайды. Бара-бара Торғынды сағынатынды шығардым. Түнде түсімде, күндіз ойымнан шықпайтын жағдайға жеттім. Кейде әйелімнің бар екенінде есімнен шығып кететін болған. Мен баяғыша Айманның маған айтқан ауыр сөздермен түйілген қабағына аса мән бермейтін болдым. Ол үшін басымды ауыртып, уайымдауды доғардым. Себебі менің бас ауырым, бар дертім Торғынға айналды. Сондай күндердің бірінде сағынышым бар ұстамдылығымды жеңіп, мен Торғынды көру мақсатында үй жағына жақындадым. Қақпадан аттағаным сол екен, Торғын аулада жүр екен. Жан жағыма қарап едім, Кемел көрінбеді. «Сәлем, қалайсың?» деді мен жақындап келіп. «Сәлем, көрінбей кеттің ғой, өзің қалайсың?» деді Торғын екі беті қызарыңқырап, басын төмен салып. Бұл әрекетінен Торғынның менің ұялып, қымтырылып тұрғанын байқадым. Бірақ не үшін қысылып тұрғанын түсінбедім. «Жақсымын, өзіңше, жақсысың ба?» дедім мен. «Кемелге келдің бе? Ол үйде жоқ, қалаға кеткен», деген Торғын маған бұрылып тіке қараматты. «Жоқ, мен саған келдім», дедім мен. Бұл сөздер аузымнан қалай шыққанын аңғармай қалдым. Торғын маған жалт қарады. Сол көз қарасы әлі күнге дейін есімде. Жалт еткен жанарының жарқылынан оның да маған деген айтылмас бір дүниесі бар екенін бірден аңғардым. Ол маған сұраулы жүзбен қарап, ұзақ кідірместен, «Маған ба?» деді нәзік даусымен, қолына ұстап тұрған затын жерге қойып жатып. «Сенімен сөйлесуім керек, тек бұл жерде емес. Кешкісін оңаша кездесейік», дей бергенім сол еді. Торғын сөзімді шорт кесті. «Болмайды, бұлай болмайды», деді де үйіне жүгіре кіріп кетті. Мен Торғынның бұл ісіне қарап, оның да жүрегінде маған деген күнәһар сезімнің пайда болғанын байқадым. Бірақ қай сәттен бастап екенінен бейхабар едім. Бар батылдығымды жинап, артынан еріп үйге кірдім. Кемелдің анасы төр бөлмеде отыр екен. Амандасып әңгіме дүкен құрып отырып қалдым. Кетер кезде ас бөлмеде жүрген Торғынға бәсең дауыспен, «Кешке сені ауыл сыртындағы ескі ойын алаңда күтетін болам», дедім де шығып кеттім. Сол күні мен үшін кеш батпай, уақыт өтпей қойды. Үй ішін әрлі-берлі кезімде жүрдім. Айманның алдыма қойған асы тамағымнан өтпестей болып, оның алдында өзімді кінәлі сезініп қобалжыдым. Әрине, қобалжимын ғой.
өзге біреуге жүрек жарды сырымды айтып, сезімді білдірмекшімін. Менің тағатсызданып, қолымдағы сағатқа қайта-қайта елеңдеуім Айманға біртүрлі көрінгендей болды. Не болды? Қауырт жұмысың бар ма еді? Адамның берекесін алмай отыршы. Бастықтар құсап сағатына жалтақтаумен болдың ғой. Бара бер қазірден, баратын жеріңе. Менің де шаруам басымнан асады. Такси шақырып қойдым. Қалаға барам. Үлкен апам қыздар болып жиналайық деген. Біздің де қыдырып, аздап көңіл көтеруге қақымыз бар шығар. Осы үйдің малайы болдық қой таза. Деді де Айман кеседегі шайды алма тарс етіп қойды. Саған дауа жоқ екен. Адамға ұқсап сұрансаң да жібереміз ғой. Бара бер, деді мен де даусымды көтеріңкіреп. Иә, дауа жоқ маған. Дауасызбын мен. Не істейсің ал? Деп маған қарай көгереңдеп келе жатқан әйелімді кері итеріп, сұсты көзімен бір қарадым да, жауап қатпастан сыртқа шығып кеттім. Бұл кекілжің аса қатты менің көңіл күйімді түсіре қойған жоқ. Кешке Торғын келе ме, жоқ па? Бар уайымым сол болды. Күн ұясына бата бастағаннан ақ мен ескі қазіргі таңда адам баласы аяқ баса қоймайтын саябақты бетке алдым. Бара жатып іштей айтарымды, іштей жүз қайталап, қара терге малындым. Мен тіпті әйелім Айманға сөз саларда, бұлай қобалжыған емеспін. Мені Торғынның өзгенің аялу жар екені, оның үстіне анау-мынау емес, бауырымның әйелі екені ол кезде мүлде алаңдатпады. Сезімді айтуын айтамын-ау, ал кейінгі әрекетім қандай болмақ? Ол жағында ойлап бас қатырып жатпадым. Бар қалауым Торғынды құшағыма қысып, бір сәтке болса да бәрін ұмытып, шынайы ыстық сезімге бөлену болды. Артық еш нәрсе дәмеленбедім. Жай ғана құшақтап, жұпар иісін жұту. Бақыттың бастауы мен бітер шегі мен үшін осы еді. Межеленген жерге мен біршама ерте келіп алдым. Елеңдеумен Торғынды күтіп, әрлі-берлі саябақты кезумен болдым. Торғын да көп кешікпеді. Келді. Бірақ жайдарлы жарқын жүзмен емес, жанарын мұң торлап, жылап келді де, саябақтағы орындықтардың біріне жайғасты. Қасына екі аттап жетіп бардым. Торғын, тағы жылағансың ба? Дедім жанына жақын отырып. Бұл жолы тым жақын отырдым. Иә, дегендей басын изеді. Кемеліме ренжіткен, дедім мен. Жоқ, деді тамағындағы өксікті кейін жұтып. Онда не болды? Дей беріп едім, ол орнынан ұшып түрегеліп. Менің бұл ісім дұрыс емес, бірақ өз-өзіме тосқауыл қоя алмадым. Кемел опасыздық жасады деп, мен де солай жасасам, менің әйелдігі қасиетімнен не қалады? Деген Торғын жылап жіберді. Сол түні менде ғана емес, сенде де маған деген түсініксіз сезімдер пайда болған білем, көзіңнен көрдім кеше, дедім. Еркектер, неткен ақымақ едіңдер. Менің саған деген сезімім әлдеқашан пайда болған. Сол үшін өзімді жек көремін, деді Торғын даусы тырғағынан өзіне деген жиіркеніштің екпінін естіртіп. Мен онан әрі шыдай алмадым. Құрықтаулы тұрған нәпсімнің тізгінін босатып жібердім де, Торғынды құшақтап алдым. Торғын біраз құшағымнан сытылып шыққысы келіп, тыпыршып еді. Білегімнің күштілігінен мен оны жібермедім. Біз осылайша саябақта түннің бір уағына дейін отырдық. Аса көп сөйлемедік. Бір-бірімізге сұрақтарда қоймадық. Болашақты жоспарлап, келешекті ойламадық. Жай ғана оны кеудеме қысқан күйі отырдық. Қайтар уақыт келгенде онымен қимай қоштастым. Және ертең осы жерде күтетінімді айттым. Бақыттан басым айналып, үйіме келгенімде, мен әйелімді босағада арқанға асылып тұрған жерінен тауып алдым. Айманның өлімі бәрімізді есеңгіретіп тастады. Қазір ойлап қарасам, маған да, Кемелге де, Торғынға да оңай тимеген анық. Не себепті өз-өзіне қол жұмсағанын мен әрине кейін білдім. Шындықтың бәрі Айманды қара жерге тапсырғаннан кейін ашыла бастады. Мен өң мен түстің арасында жүргендей өмірден түңіліп кеттім. Жүрегімнің қалауы Торғын болғанымен, Айманда маған бөтен адам емес еді. Жан жарым, кезінде сүйіп қосылған өмірлік серігімді
Бұндай өлімге қимай іштей өзімді жағзырып, жүнжіп кеттім. Торғынмен қайтып кездесуге арым жібермеді. Тым болмаса, Айманның қырқы өтсін. Кейін Торғынмен жақсылап сөйлесермін. Қажет болса Кемелге бар шындықты айтып, Торғынды басыбайлы босатуын сұрармын, деп жүрдім. Себебі Торғынның да мені сүйетінін жақсы білгенмін. Айманның не үшін өз өмірін қыршынан қиғанын түсіне алмай, шақшадай басым шарадай болды. Тым болмаса, себебін айтып бір жапырақ қағазда қалдырып кетпегені өкінішке айналды. Әлде Торғын екеумізді көріп қойды екен, деген ойдан арыла алмай қойдым. Бір жағынан, Айманның туыстары да мені кінәлап, қарғап сілеп жатты. Бір ауылда тұрған соң естейтінмін. Анасы ел-жұрттың бәріне мені кінәлі қылып көрсететін. Бетпе-бет келіп те өңешімді тесіп жіберердей қылып, айтарын бүкпесіз айтып, ата-бабама дейін табалап кеткен. Айманды келін қылып аттаған босағадан емес, өз үйлеріне алып кетіп, соңғы сапарға аттандырған болатын. Апам екеуміз қанша жалынсақ та сөзімізді елемеді. Мен әр бейсенбісінде басына барып, дұғамды оқып тұрдым. Соңғы бейсенбісіне жұмыста болып басына бара алмағасын, жұма күні зиратқа келдім. Айманның мазарына жақындай бергенім сол еді. Тізерлеп отыра, еңкілдеп жылап отырған Кемелді көрдім. Бұл көрініс маған тым ерсі көрінді. Менің әйелімнің зиратында оның бұлайша көз жасын көл қылуының себебі неде деген оймен Кемелге жақындап келдім. Артында тұрған мені ол әуелде байқамады. Бірақ мен оның не деп көз жасына ерік беріп отырғанын анық естідім. Жаным, неге? Неге мені тастап кеттің? Саған енді қолым жеттау дегенде, бұның не? Құрсағыңдағы сәбиімізді қалайша өлімге қидың? Мен сені сол күні қалада күттім ғой. Бәрін тастап, жаңа өмір бастайтынымыз қайда? Мен енді не істеймін? Айтшы. Азғана шындағанында, мен ол жасқа бар шындықты айтып, Торғынмен ажырасып сені бақытты ететін едім ғой. Деген сөздерден кейін, әрі қарай құлағым еш нәрсені естімеді. Қара жер аяғынан тайып кеткендей, сұлық отыра кеттім. Кемел артына жалт қарады. Мені көріп абдырап қалды. Олжас, сен бе? Мен бәрін түсіндірем. Дей берген еді, мен көзіме көрінбе, жоғал, дедім есеңгіреген күйі. Бірақ Кемел кетпеді. Көзіме тіке қарап, еш қаймықпастан барын жайып салды. Мен Айманға бала кезден ғашық едім. Сен менің алдымды орап кеттің. Бақытымды ұрлап алдың. Мен оны ұмыта алмадым. Тырыстым, бірақ қолымнан келмеді. Түбі Айман менің оны шынайы сүйетіме көзін жеткізді. Біз соңғы айлары бақытты болдық. Сенің алдында мен өзімді кінәлі санамаймын. Тек Айманның сенің алдында өзін кінәлі сезініп, өз-өзіне қол жұмсағаны ішімді өртеп барады, деді Кемел тістеніп тұрып. Мен айтарға сөз таба алмай, тілімді жұтып қойған адамша орнынан тұрдым да, сүйретіле кете бардым. Кемелді кінәлап, жағасына жармасуға құқым жоқ екенін өте жақсы білдім. Себебі менде оның әйеліне ессіз ғашық едім. Мен Торғынға ғашық болып қалғаным үшін іштей өзімді жек көріп жүргенімде, Кемел әлде қашан менің әйелімді меншіктеп алған екен. Сол күні мен ашудың жетегіне еріп, үлкен қателікке бой алдырдым. Жасаған ісім үшін әлі күнге дейін ұяламын. Бойымдағы ашуды тізгіндей алмай, мен зираттан шыққан күйі Айманның анасының үйіне жетіп бардым. Құдды жерден жеті қоян тапқандай, бар шындықты келіп, өзі онсыз да қызынан айырылып, қан жұтып отырған анаға жайып салдым. Мені кінәлап, аузына келгенін айтқан үшін есемді еселеп қайтарғандай болдым. Айманның менің бауырыммен жүріс жасағанын, одан аяғы ауыр болғанын енемнің бетіне бастым. Қаралы күйде отырған енеме бұл сөздерім атқан оқпен тең болды. Тұрған жерінде сылқылады. Әйтеуір содан ол кісі оңалмады. Естуімше, әлі күнге дейін төсек тартып жатқан көрінеді. Сол себепті өз-өзімді жиі-жиі жазғырып алам. Ауылда өсек деген жата ма? Кемел мен Айманның ара қатынасы
Көп ұзамай ауылдағы еңбектеген баладан еңкейген қарттың құлағына дейін жетті. Мен Айманның анасына барып шу шығарғанымда көршілердің барлығы естіген болу керек. Ауыл іші гүгу өсекке толды. Кейбіреулері Айман ондайға бару мүмкін емес десе, енді біреулері мен сондай бір бәленің болып жүргенін білгем ге салды. Бұл әңгіменің қарқыны екі әулеттің іргесін бір күнде шайқалтып, бір-біріне жау қылып жіберді. Кемелдің анасы мен менің анам енді бет көріспейтіндей болып шорт кесті. Кемелді мен содан кейін мүлде көрмедім. Тек қалаға кетіпті дегенді ғана естідім. Ал Торғын болса өз үйіне оралды. Мен онымен телефон арқылы хабардар болып жүрдім. Мені қынжылтқан нәрсе, Торғын әу бастан бәрін білген екен. Кемелдің Айманмен кездесіп, көңіл жарастырып жүргенін естігенде, Торғын талай рет маған айтуға оқталғанымен айталмаған. Кемелдің жалған уәделеріне сеніп жүрдім деді маған. Болды, енді қайталанбайды, кешірші, екі әулеттің араздасуына жол бермеші, деп Кемел талай жалынған. Сонда сен мені пайдаландың ба? Кемелден кек алғың келді ме? Деді мен бірде Торғымен телефон арқылы сөйлескенде. Жоқ, олай емес. Мен не үшін бәріне шыдап, күйеуімнің көзіме шөп салып жүргенді білсем де, сол үйде қала берді деп ойлайсың. Себебі сенен алыстағым келмеді. Кемел менен алыстай бастағанда, мен саған басқаша қарай бастадым. Сенімен шай ішіп отырып, әңгіме дүкен құрғанын айттың маған. Көпке дейін саған пайда болған сезімді мойындай алмай жүрдім емес пе? Өзіңе шындықты жайып салғымақ келетін. Бірақ болар масқараны ойлап, өзімді тежей бердім, деді Торғын мендегі күдіктің күмәнін сейілтіп. Айманның жыл өткенше біз Торғын екеуміз жасырын кездесіп, сөйлесіп жүрдік. Ол аралықта Торғында Кемелмен заң жүзінде ажырасып үлгерді. Кейін бір жылдан соң мен анама бар шындықты айтып, қарсылығына қарамастан Торғынға үйлендім. Той жасамадық. Мұсылманша неке қиып, заң жүзінде некемізді бекіттік. Әуелде анам маған ренжігенмен, кейін ақ батасын берді. Анамды қалаға жаныма көшіріп алдым. Қазіргі таңда Торғын екеуміздің екі қызымыз бар. Ал Кемелді шетелге жұмысқа кетті деп естідім. Басқа одан хабарым жоқ. Мені әлі күнге дейін ойландыратын мәселе Айманның не себепті өз-өзіне қол жұмсағаны ғана. Оның жауабын тек Кемел ғана біледі. Өзгеге беймәлім. Болары болып бояуы сіңген соң, маған бар шындықты айтып, мойындап, жаңа өмір бастауына болар еді ғой. Әттең. Әңгіменің соңы. Егер де сіздерге әңгіме ұнаған болса, өтініш сіздерден арнаға жазылып кетулеріңізді сұранамын. Сау, сәлематта болыңыздар.